сіздер менен әдеттегідей жүздесіп отырғаныма өз каналымда өте қатты қуаныштымын. Сіздердің көңіл-күйлеріңіз барлығы жақсы деген ойдамын. Егер сіздерде барлығы жақсы болатын болса, онда біздер бүгін мен видео түсірімді ары қарай жалғастырамын. Менің бүгін таңдауым түскен өнім мінекей Тенше корпорациясының селен өнімі. Бұл өнім бізге не үшін қажет және қандай ауруларды емдейді деген тақырыпта мен толыққанды ақпарат беріп өтетін боламын. Егер менің видеом ұнап көңілдеріңізден шығып жатса, әдеттегідей тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып, менімен бірге болады деген ойдамын. Бұл өнім мінекей ішінде 60 капсула бар. Бұл өнімнің ең басты емдейтін ауруы жүрек қан тамырлары аурулары. Қазір 21 ғасырдың ең үлкен дерті деп айтсам болады. Көптеген адамдардың ауыратын ауруы, яғни парық сердце, жүректің тамырының кеңеюі, құлақшаның әлсіз болуы, жүректің қарыншасының әлсіз болуы, және мынау қазір көп адамдар жүрегіне стенді қойып жатады, болмаса шун тербіне жасап жатады, яғни мына шаптан тамыр алып жүрекке жалғап жатады. Осының барлығы жүректегі тромбы, осының барлығының мінекей бірден бір емі осы селен өнімі екен. Жалғыз бұл жүректің барлық диагнозында ғана емес, сонымен қатар бізде остеопороз, остеохондроз, полиартрит, сүйектің барлық ауруларында, яғни қатты ткандардың ауруларын емдеуге өте керемет көмектеседі екен. Одан кейін бізде керемет тағы бір қасиеті, бұдан күн сәулесінен бөлінетін Е витаминіне бай өнім екен. Сол Е витаминінің күнделікті мөлшерін осы өнімді сіз күніне 3 капсуладан ішіп отыратын болсаңыз, сіз күн сәулесіне бөлінетін кәдімгі адамның күнделікті өзіне қажетті күнделікті нормасын алып отырады екенбіз. Әсіресе біздерден мынау қалада тұратын қыз-келіншектерімізге, аналарымызға, қалада тұратын тұрғындарымызға өте қатты қажет. Өткен себебі этаждың ішінде күнделікті күнге ондай көп шықпайды. Сондықтан мінекей осы өнімді үзбей күніне 3 капсуладан ішіп отырсаңыз, сіз күнделікті күн сәулесіне бөлінетін норманы, яғни Е витаминінің нормасын өзіңіздің организміңізге қабылдап отырады екенсіз. Қандай керемет, е? Сонан кейін бізде тағы да 21 ғасырдың керемет тағы да бір дерті деп айтсам болады. Енді бізде қазір екінің бірі телефон ұстаймыз. Сол телефоннан бөлінетін радиациялардың барлығын организмімізге бізге қабылдамауға көмектеседі екен. Біз қазір теледидар қараймыз, телефон қараймыз, күндіз-түні балаларыңыз да қарайды, өзіміз де қараймыз. Сол аурудың, яғни сол дерттің мінекей бірден бір емі. Сіз осыны ішіп отыратын болсаңыз, телефоннан бөлінетін радиацияны да біз қабылдамайды екенбіз. Қараңызшы, өзі ішінде 60 капсула ғана өнім, қандай керемет қасиеттері бар. Егер сіз бұл өнімді ішсеңіз, міндетті түрде денсаулығыңыздан нәтиже алатыныңызға мен кәміл сенемін. Бүгінгі менің берген ақпаратым сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер менің ақпаратым ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, міндетті түрде тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Келесі жолы қандай өнімнен толыққанды ақпарат алғыларыңыз келеді, соны пікір бөліміне жаза кетіңіздер. Соны мен ары қарай видео түсіретін боламын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар, аман сау болыңыздар. Рахмет.